Біздің елімізде де театр саласында көп қана жақсы жаңалықтар болып жатырды десек қателеспейміз. Пайтақтымыздағы Бердіқат атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театр жәмәті де соңғы жылдары сол халықаралық бірге істесу жұмыстарында жақсы жолға қойып келатырды. Солай емес пе? Яғни олар Түркияның Стамбул қаласында өткелген халықаралық театр фестивальдарына қатынасып, ең жақсы халықаралық театр номинациясы менен сыйлықланды. Біз театр жәмәтін бұндай ажайып жетіскенлігі менен құттықтаймыз. Демек, осы бағдарда тайырланған сюжетке қазір нәуетті береміз, соң көрсетуімізді және де давам еттіре береміз. Мархамат. Театр инсаният ой пікірі һәм қалбін тәрбиялаушы, жәмет рухилығын жоғарылатуда шексіз ахметке ие болған көркем өнер орны болып есепланады. Ол тек қана тамаша емес, ал тұрмыс мектебі, әдеп икрамлылық сабағы, инсан рухын тазалайтұғын рухи дерек болып есепланады. Міне ұсындай даргалардың бірі Бердіқат атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театры. Ұзақ жылдардан берлі халық қалбіне жақын, оның арзу ниетлері, дәрті һәм ұмтылыстарын сәулелендіруші мінбер спатында қадірленіп келмекте. Көп жыллық дөретушілік жәмәттің жетіскенлігі әр жыл сайын артып атыр. Ұлы ойшыл Әлишер Науайы халықтың дәртін білмеген дөретуші, хақиқи дөретуші емес деп атап өткенінде, театр әйне осы халықтың дәртін сахна арқалы ашып беруге, инсанды ойлауға, жұмақ шығаруға итермелейді. Сахнада көрсетілген әр бір образ бұл тұрмыстың бір бөлегі. Әр бір диалог болса, тамаша көй кеуіліне қаратылған мұражат болып есепланады. Өткен жылы театрымыз Түркия Республикасы, Грузия Республикасы менен меморандумлар түзілді. Хәмде Франция, Италия, Румыния сияқты мемлекеттермен бірге істесулер әмелге асырылды. Режиссерлар менен танысулар алып барылды. Актерлар алмасуы келешекте ережелер түзілді. Міне сол текарында Түркия Республикасынан театр Кайфи театрының директоры һәм бас режиссері Камал Башар театрымызға келді өткен жыл август айында. Һәм Лорканың Қамлы той спектаклін біздің театр актерлары менен, біздің театр жәмәті менен сахналастырылды. Һәм бұл спектакль халқымызға әнем етілді. Премьерасы өткерілді. Һәм жастарымыз, бүткіл көркемөнер шайдалары, ықыласмендеріміз жақсы күтіп алды. Бұл спектакльге жоғары бақа берілді. Әмде Түркия Республикасы Истанбул қаласындағы бір қатар белгілі журналларда, газеталарда бұл бойынша мақалалар жарияланды. Әмде сол ғалаба хабар құралларында жоғары бақа алды. Һәм өзінің сондай бір жақсы сахналастырылуы менен бүгінгі күнде репертуарға кірітіліп, театр репертуарында жүріп тұрыпты. Әр айлық репертуарымызда бар һәм сахналастырылмақта. Міне сол қатарында Франция Республикасымен бірге істесулер алып барылды. Франция Республикасынан келген режиссеріміз біздің актерларымызға мастер-класстар өтілді, шеберлік сабақтарын өтіп, біздің актерларымызды осы жылы болатын үлкен Авини фестивалына жолдама алды. Бұндан тысқары Италия консерваториясы менен де бірге істесу алып барылды. Театрымызда өткен жылы Италия консерваториясының операсы сахналастырылды. Міне бұл да бір үлкен жаңалық болды. Театрымыз үшін, жәмәтіміз үшін үлкен жетіскелік болды. Әмде бұндан тысқары біздің театр жәмәтіміз өткен жылы Грузия Республикасында өткерілген үлкен фестивалға қатынасып, лауреат болып қайтты. 2025 жыл театрымызда 8 спектакль сахналастырылды. Әмде бұның жанр жағынан да әрқилы түрде сахналастырылды. Жаңа балетлер сахналастырылды, драмалар сахналастырылып, халқымызға әнем етілді. Сол қатары біздің театрымыз өзінің жұмыс барысын еледе рауажландыру мақсатында және де келешектегі ережелерді бекемлеу мақсатында өзіне үлкен ережелерді белгілеп, осы жылы да
репертуар тасdiqlanib, міне бірінші кварталдың жұмыстары басланбақта. Өткен жыл мысалында айтатын болсақ, көп жыллардан бері сахналастырылмай келатырған біздің халқымыздың классик шығармасына айланған «Сүймегенге сүйкенбе» музыкалық комедиясы сахналастырылды. Бұны Өзбекстан халық артисті, ұстазымыз, профессор Нажметдин Ақсатбаев тарапынан қойылып, халқымызға інәм етілді. Бұл да театрымыздың үлкен жетістіктерінің бірі. Міне ұсындай дерлік бір әсірлік минетлерді інабатқа алып, әмде сахналастырылған спектакльлердің сапасына, дәрежесіне этибар берген халда, жақында ғана Түркия Республикасында, Истанбул қаласында үлкен халықаралық театрларды сыйлықтау мәресімі болып өтті. Бұл сыйлықтау мәресіміне біздің театрымызда да шақырды, әмде ең жақсы халықаралық театр деген номинациямен сыйлықланды. Осы сапарымыз давамында біз және бір жетістікке ерістік деп айта аламыз. Азербайжан Республикасы Баку қаласындағы Азербайжан мемлекеттік академиялық музыкалы театры менен бірге істесу меморандумы түзілді. Міне бұл да театрымыз үшін жаңа бетті, жаңа басқышты ашып берді. Келешекте біз Азербайжан академиялық музыкалы театры менен бірге істесуді давам еттіреміз. Яғни бұл қандай болады? Бұл жерде режиссерлар алмасуы болады, актерлар алмасуы болады, техник қызметкерлеріміздің де тәжірибелерін асыру, әмелге асырылады. Әмде сол меморандум текарында келешекте осы Аршин Малалан спектаклі біздің театрымыз сахналастырылады, һәм өз елінің режиссері, Азербайжан академиялық музыкалы театрының режиссері келіп, біздің театрымызда Аршин Малалан спектаклін сахналастырады. Әмде бас рөлдерді атқаратығын актер, актрисаларымыз Азербайжан академиялық театрына шақырылады. Әмде біздің театрымыздан ойнайтын бас рөлдегі актер, актрисаларымыз Азербайжан театрына барып, театрда да спектакльді атқарады. Келешекте бұл біз спектакльді шығарып алсақ, Азербайжанда барып ойнаймыз, о жақтың жәмәті біздің театрымызға келіп ойнайды. Әмде бұл давамлы болады. Әмде басқа да спектакльлерді сахналастырамыз. Әмде бірге істесу, достық, және де рауажлану, театрларды рауажландыру елде бекемленеді, достығымыз бекемленеді деп айта аламын. Шынында да театр репертуары рәң-бәрең, онда милли драмалар, жаһан классикасының үлгілері, сондай-ақ жастар тәрбиесіне қызмет ететұғын заманауи шығармалар орын алған. Әрбір спектакль жоғары шеберлік, терең таллау һәм үлкен дөретушілік ізленулердің жемісі болып есептелінеді. Әсіресе театр жәмәтінің педайлығы ітбарға лайық. Сахна артындағы минет, режиссер һәм актерлардың ізленістері, художник һәм композиторлардың дөретушілігі, қатнасы әрбір табысын тәминлемекте. Репертуарымызда 4 спектакль сахналастыру планымызда болған болса, біз планнан тысқарыда және 4 спектакльді сахна жүзін көрдік. Олардың бірі мінекей сол Түркия мемлекетінен режиссер келіп, Камал Башар режиссер келіп, өзінің сондай қанлы той спектакліміздердің актерларымызбен бірге сахналастырып, сол Түркия мемлекетімен біргелікте істесу меморандумлары түзіліп, сондай кейіннен оларды бізді Түркияға мұрат етіп қойды. Енді өткен жылы біз есабында біз бара алмай қалдық, себебі өзіміздің спектакльлер, өзіміздің ережелерден тысқары біз босай алмай қалдық. Биылғы жылында сол Түркия мемлекетіне барып, өзіміздің сол спектакльлерімізді көрсетіп келу режимімізде бар. Ондан қала берсе, Грузия мемлекетінде Надар Думбадзе фестивалына қатынасып келінді. Одан қала берсе, кеше ғана ноябрь айында сол Алтын көз Өзбекстан Республикасында өзіміздің республика көлемінде жастар форумында да қатынасып, сыйлы 3-ші орынды алдық.
сондай үлкен бір жетістіктерге толы жыл болды. Айтатын болсақ, сол көптеген спектакльлерде бір емес екі балет сахналастырылды. Назылымхан сұлу балеті һәмде Макария сұлу балеті қазіргі күнде де мінекей жұмыстар істеп барылып жатыр. Сол жылыда театрымыздың репертуарына жүдә үлкен спектакльлерді алғанбыз. Айтып өтетін болсақ, Алеко операсын алғанбыз. Мінекей бүтін дүния білетұғын сол операмыз, классика. Одан қала берсем, міне Кеңесбай Рахмановтың Мұхаббат самалы музыкалы драмасын алғанбыз. Оманда да сондай бір ажайып қосықлар, ажайып музыкалар, һәмде ажайып сол қыз жігіттің тағдыры сәулеленеді. Одан қала берсем, мінекей өзіміздің Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекстаннан Қарақалпақстан қаһарманы Ибраим Юсуповтың Өмірзая жұлдыз повестикарында біз балалар балетін жаратамыз. Олардан тысқарда мінекей бір емес екі спектаклімізді алып қойғанбыз, пьесамызды. Қазіргі күнде сол кешегі халқымыздың жүректерінен орын алған өзіміздің жас драматург Айжназ Исмаиловтың сол Тербенбеш жүректер спектаклінің давамын жаратып жатырмыз қазір. Тербенбеш жүректер екінші бөлімін жаратып жатырмыз. Құда қаласа жақын арада бұны сахна жүзіне алып шығамыз. Халқымызды һәмде бүтін театр ықыласпеттілерін театрымызда күтіп қаламыз. Жаңа идеялар, инновациялық сахналық шешімлер, заманауи жақтыландыру һәм сес технологиялары спектакльлерге айрықша тартымлылық бағышламақта. Ең ахметлісі театр халықпенен үннес. Бұл жерде әрбір тамашагөй өз дәртін, арзу һәм ниетлерін көреді. Сахнадағы өмір болса, бұл халықтың өмірі.